Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен келесі тағы бір нұсқаны талдайтын боламыз. Мысалы, Қазақстан тарихынан мынандай сұрақ келіпті. Мысалы, мыс тас дәуірінің солтүстік Қазақстан аумағындағы қонысы. Жауап Ботай. Әрине, ол өте дұрыс. Ботай жауабы. Келесі, таза көшпелі тұрмыс қалыптасқан аймақтар. Батыс және орталық Қазақстан. Әрине, жауап өте дұрыс. Қыпшақ хандығының оң қанаты Сарайшық, ал сол қанаты Сығанақ. Сарайшық Жайықтың бойында, Жайық, ал Сығанақ бізде Сырдария бойында, Сырдария өзен бойында. Сарматтардың дәуірі қамтитын уақыт. Жауап 8-5. Жауап дұрыс. 8-5. Қазақ сөзінің қолданылып келген мағынасы. Жауап дұрыс. Еркін адамдар. Келесі сұрақ. Атом сынақ алаңы орналасқан жер. Капустин Яр, Батыс Қазақстан. Келесі. 1864 жылы орыс әскерлері басып алған бекіністер. Әулиеата, Шымкент, Түркістан және Мерке бар. Келесі. 18 ғасырда Қазақстанның солтүстік батысына салынған бекініс. Ол Орынбор. 1743 жылы салынған. Қазақстанның бірінші астанасы. Орынбор астана болды 1920-1924 жылдары. Мендешев Радус Зинкович. Дұрыс жауап. Қазақ АКСР-ның алғашқы төрағалары. Өте дұрыс. Пушкин болған жерлер. Орынбор, Орал. Өте дұрыс жауап. 1988 жылы ақталған зиялылар. Шәкәрім Құдайбердіұлы, Ахмет Байтұрсынов. Қазақстан ЕқО төрағасы болды. Европа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы 2010 жылы. Біз оған мүше болдық 1992 жылы. Келесі. Ерлер мен әйелдер арасындағы еңбек бөлінісі. Жауап бізде негізі энеолит болып келеді. Жауап. Келесі. Бетті ашайық сұрақтарға. Қарлұқтардың құрамындағы 9 тайпа туралы айтқан араб тарихшысы. Дұрыс жауап. Әл-Марвази. Олар қарлұқтар өмір сүрді 200 жылға жуық. 756-940 жылдары. Тимучин бағындырған хандықтар наймандар мен керейіттер. Бұрын бұлар Моңғолияда тұрған наймандар мен керейіттер. Шыңғысхан алғаш бағындырған хандықтар наймандар, керейіттер. Құтты білік кітабы қай тілде жазылған? Жауап дұрыс. Түрік тілінде. Авторы Жүсіп Баласағұн. Абылай Сұлтан жоңғарларға тұтқынға түсті 1741-1743 жылдары. Келесі, мына жерде сандар келген. Орынбор әскери училище, Азиялық училище, Ор мұғалімдер мектебі, Троицк орыс қазақ мектебі. Ал енді талдайық. Сонымен Троицкіде орыс қазақ мектебі 1861, Азиялық училище 1789, Ор мұғалімдер мектебі 1883 және Орынбор әскери училищесі 1825. Сонымен жауап болады бізде 2, 1, 4, 3 жауап. Өте дұрыс. Келесі, оңтүстік Қазақстандағы сақ тайпаларының ең көне ескерткіштері. Үйғара, Түгіскен. Және мәтін берілген. Бұл жерде мәтін, қараңыздар, 7 жылдық деген бар. Жауап бұл жерде де 7 жылдық болады. Жауап 7 жылдық мәтін. Ал басынан қайталайым. Сонымен солтүстік Қазақстан аумағындағы мыс тас дәуірінің тұрағы Ботай, таза көшпелі тұрмыс қалыптасқан аймақтар батыс және орталық Қазақстан. Қыпшақтар 2 қанатқа бөлінеді. Оң қанаты Сарайшық, сол қанаты Сығанақ. Сарматтардың дәуірі БЗБ 8, БЗ 5 ғасырлар. Қазақ сөзінің қолданылып келген мағынасы еркін адамдар. Атом сынақ алаңы Капустин Яр, Батыс Қазақстанда. 1864 жылы Ресей басып алған бекіністер. Әулиеата, Шымкент, Түркістан, Мерке. 18 ғасырда Қазақстанның солтүстік батысындағы бекініс Орынбор 1743-де салынған. Мендешев Радус Зинкович Қазақстанның алғашқы төрағалары. Пушкин болған қалалар Орынбор, Орал. 1988 жылы ақталған зиялылар Шәкәрім Құдайбердіұлы, Ахмет Байтұрсынов. Қазақстан ЕқО төрағасы болды 2010, ал 92-де біз мүше болдық. Ерлер мен әйелдер арасындағы еңбек бөлінісі ол энеолит.
Келесі, қарлұқтардың құрамында 9 тайпа туралы жазған араб тарихшысы Әл-Марвази, Шыңғысхан Темучин алғаш бағындырған хандықтар наймандар мен керейіттер, Құтты білік еңбегі жазылған тіл түрік тілі, Жүсіп баласағұн 11 ғасыр, Абылай сұлтан жоңғарларда тұтқында болып 1741-43, және мынау жерде бірінші Азиялық училище 1789, Орынбор әскери училищесі 1825, Троицкіде орыс қазақ мектебі 1861 және Ор қаласында мұғалімдер мектебі ашылып 1883. Сақ тайпаларының оңтүстік Қазақстандағы ескерткіштері Ұйғара, Түгіскен. Және соңғы сұрақ, мәтін 7 жылдық білім туралы әңгіме болып тұр. Байқадыңыздар, 7 жылдық білім. Жауап 7 жылдық білім. Рахмет барлық оқушыларға, бітірушілерге біз сәттілік тілейміз.